Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз екінші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінен 4-ші сыныпқа арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Мен бұл жерде бір нұсқасын ғана көрсетемін. Сыныпта мұқият тыңдап алыңыздар. Екінші нұсқасын келесі видеода көрсететін боламын. Бірінші тыңдалым және айтылым бойынша орындаймыз. Мәтінді тыңда. Көктемде жылы жақтан жыл құстары ұшып келеді. Алғашқысы болып ұзақ қарғалар келеді. Оларды халық көктем хабаршысы деп атайды. Содан кейін боз торғайлар мен қара торғайлар келеді. Олар келісімен күннің көзі ашылып, жер беті жылынады. Қар еріп, жылғалардан су ағады. Ең соңынан су құстары ұшып келеді. Бұл құстары жол бойы талай қиындықтардан өтіп, топ-тобымен туған жерлеріне оралады. Ұя салып, балапан өргізеді. Адамдар жыл құстарын қуана қарсы алады. Балалар, мәтінге сүйеніп, құстарға қамқорлық тақырыбына әңгіме құрастырып айт. Төменде мына берілген тірек сөздерді пайдалан. Тірек сөздер: көктем, ауа райы, жыл құстары, ұшып келу, күтіп алу, балалар, көмек, ұя, жем, шашу, қуаныш. Біз қалай құрастырамыз? Білім алушының ықтимал жауабы: көктемде жыл құстары ұшып келеді. Адамдар оларды қуана қарсы алады. Балалар құстарға арнап ұя, жемсауыт жасайды. Оны ағаштың бұтағына іледі. Олар құстарға қамқорлық жасап, жем шашып тұрады. Келесі оқылым. Мәтінді түсініп оқы, сұрақтарға жауап бер. Тыңда. Жыл сайын мамыр айында Жомарттың әкесі үйінің жанында бір топ жас қарағай көшетін отырғызады. Қазір олардың үйінің алдында жап-жасыл 6 түп қарағай иық тіресе өсіп тұр. Жомарт дүниеге келгелі бері әкесі баласының туған күніне арнап белгі ретінде бір топ қарағай отырғызуды әдетке айналдырған. Енді міне 7-ші қарағайда осы мекеннің сәні болып жайқалады. Енді сұрақтарға жауап береміз. Әкесі Жомарттың туған күніне қандай сыйлық жасайды? Жаз. Білім алушының ықтимал жауабы: аулаға қарағай көшетін отырғызады. Аулаға ағаш егеді, немесе қарағай отырғызады, ағаш отырғызады. Осы нұсқалардың біреуін жазсаңыз болады. Келесі. Жомарт қазір неше жаста деп ойлайсың? Белгілейміз. 6 жаста, 7 жаста. Әрине 7-ші. Қарағайды осы мекеннің сәні болғандықтан біз 7 жастаға белгі қоямыз. Келесі 3-ші сұрақ. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды белгіле. 1 тал ексең, 10 тал ек. Бабалар еккен шынарды балалар саялайды. Әрине, балалар еккен шынарды балалар саялайдыны белгілейміз. 4-ші. Мәтіннен дара және күрделі сын есімдерді теріп жаз. Демек, бұл жерде дара сын есімді және күрделі сын есімді табамыз. Қарай қойыңыздар. Әрине, бұл жерде жап, жасыл және қалай бар еді? Жап, жасыл деген сөздер сын есім болып келеді. Яғни қандай деген сұраққа жауап береді. Дара сын есім ол жас, күрделі сын есім жап, жасыл. Ең соңғы жазылым тапсырмасы болса орындаймыз. Берілген суреттердің біреуін таңда, сызбаға сүйеніп, сурет бойынша әңгімелеу мәтінін құрастырып жаз. Міне мынау бір сурет, мынау екінші сурет. Бізде 2 сурет берілген. Осы 2 суреттің біреуін сызбаға сүйеніп, сурет бойынша әңгімелеу мәтінін құрастырып жаз дейді. Демек, сызба: оқиға неден басталды, әрі қарай не болды, оқиға қалай аяқталды дейді. Демек, мына бірінші сурет бойынша оқушының ықтимал жауабы: жазда әкем екеуміз балық аулауға бардық. Әкем өзенге қармақ салды. Ол 5 балық ұстады. Балықтарды шелекке салып қойды. Мен өз қармағыммен шелектегі балықтарды аулауға кірістім. Әкем менің ісіме қарап күлді. Біздің демалысымыз жақсы өтті. Ал енді екінші сурет бойынша оқушының ықтимал жауабы: қыздар орманға жидек теруге келді. Маржан мен Ғалия жидеуі көп жерге кездесті. Айқайлап, басқа қыздарды да шақырды. Олар жидек терді, гүлден тәж жасады. Үйлеріне көңілді оралды. Міне балалар, бүгінгі біздің қазақ тілі пәні бойынша 4-ші 90-ға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын орындадық. Бұл жерде біз тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым тапсырмаларын барлығын түгелдей орындадық. Балалар, осымен жиынтығымыз
аяқталады. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.